Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында кішкентай баламен қалай дұрыс сөйлесу керектігі жөнінде ата-аналарға арналған керекті кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін әрқашанда маңызды. Тілі шықпаған балаға қалай сөйлеу керек? Баланы неше жасында логопедке көрсеткен жөн? Қазір ата-ана балаларын логопедке қашан апару керегі жөнінде ертерек ойланғаны жөн. Мамандардың айтуынша, бала 2-3 жасқа келгенде оның сөйлесу дағдыларын бағалау үшін ең қолайлы кезең. Дәл осы уақытта маман баланың сөйлеуі оның жасына сәйкес келіп келмейтінін тексереді. Сонымен қатар, ата-аналар баланың 6 жасқа келгенге дейін өздерінің қалай сөйлейтініне көп көңіл бөлгені жөн. Ол үшін мына қарапайым ережелерді есіңізде сақтаңыз. Балаға еліктеп, балаша сөздің айтылымын бұрмаламаңыз. Анық, тегіс, эмоционалды түрде сөйлеңіз. Балаға кітапты көбірек оқып, жаңа және бейтаныс сөздерді түсіндіріп беріңіз. Балаға сұрақ қойғанда жауап беруін асықтырмаңыз. Ешбір жағдайда баланы мазақтап, сөйлеу қателіктері үшін жазаламаңыз. Сөйлеу функциясы баланың психикалық функцияларының бірі болып табылады. Сөйлеу туа пайда болған қабілет емес, ол баланың дене және ақыл-ой дамуымен қатар дамиды, және оның жалпы дамуының көрсеткіші қызметін атқарады десек те болады. Тілі дамыған балада саналы, реттелген мінез-құлық әрекеті қалыптасады. Керісінше тілінің қандай да бір дәрежеде бұзылуы баланың психикасының іс-әрекетінің дамуына әсерін тигізеді. Соңғы кезде баламыз дұрыс сөйлемейді, өте белсенді, ойыншықтармен ойнайды. Бірақ сөзіне кейде өзгелер түгілі өзіміз түсіне алмаймыз деген ата-аналар шағымын жиі естуге болады. Алдымен дұрыс сөйлемейді дегенді қалай түсінеміз, соған тоқталайық. Егер балаңыздың байланыстырып сөйлеуі жақсы, бірақ дыбыстарды бұрмалап айтуына байланысты айтқан сөзіне түсінбесеңіз, онда балаңызда тіл кемістігінің дислалия немесе дизартрия түрі болғаны. Дислалияның көп тарауының бір себебі баланың сөйлеу тілін үйде дұрыс тәрбиелемеуден. Кейде ересектер баланың былдырлаған сөзін қызық көріп, ұзақ уақытқа дейін оған өзі де бейімделіп, шолжыңдасып отырады. Қорытындысында көп уақытқа дейін баланың сөйлеу тіліндегі дыбыстардың дұрыс айтылуының дамуы кешеуілдеп қалады. Баланың дұрыс сөйлемеуі еліктеуден де болуы мүмкін. Балаға әсіресе сөзі түсініксіз, тілі мүкіс немесе өте жылдам сөйлейтін орта арасында көп болып, сөздерін тыңдаудың да ерекше зияны тиеді. Балаға үйдегі адамдардың екі тілде сөйлеуі де кедергі болады. Балаға әртүрлі сөйлеу кезінде бір тілдің айтылу ерекшелігінен екінші тілдің айтылу ерекшелігіне жиі ауысып отыру қиындық туғызады. Ал дизартрия деп артикуляциялық сөйлеу мүшелерінің бұзылуын айтамыз. Тіл кемістігінің қай түрі, оны қалай түзетуге болатынын тек логопед маман ғана айта алады. Мысалы, балалардың нормативті р дыбысын айтуы 4,5-5 жас аралығында біртіндеп қалыптасады. Кейбір өте шыдамсыз ата-аналар 2-3 жастан бастап р деп айтуын сұрап қинайды. Нәтижесінде бұл дыбысты көмеймен айтып үйреніп кетуі мүмкін. Оны түзету қиынға соғады. Бала тілінің 0-ден 2 жасқа дейінгі дамуын бірнеше кезеңге бөлуге болады. 2-3 ай. Бұл уақытта бала уілдеп былдырлай бастайды. Бала үндемесе, ата-ана дабыл қаға бастауы керек. 9-10 ай. Ересектердің сөйлеуі мен алғашқы сөздер туралы түсінік қалыптасады. Бірақ бұл жаста бала ересектердің сөйлеуіне емес, жағдай мен интонацияға жауап береді. 11-12 ай. Сөйлеушінің интонациясына және қоршаған жағдайға қарамастан не айтып жатқанына реакция бар. 1-1,5 жас. Баланың ситуациялық сөйлеуі дамиды. Сөздері жағдайға байланысты әртүрлі мағынаға ие болуы мүмкін. Бала дыбыстарды жиі шатастырып бұрмалайды. 1,5-2 жас. Ересектердің сөйлеуін түсінудің қарқынды даму кезеңі болады. Баланың сөздік қорындағы сөз саны тез артып, алғашқы тіркестер пайда болады. Балаға жаңа сөзді қалай үйретеміз?
Балаға жаңа сөздерді үйрету кезінде есте сақтау керек бірінші нәрсе жақсы көңіл күй, сәттілік кепілі. Бала білмейтін жаңа сөздерді эмоционалды, жағымды жағдайда айтыңыз. Психологтар мұндай жағдайда бала 10 есе жақсы оқып, тез үйренетінін байқаған. Сондай-ақ баланың көру, жанасу, иіс сезу, яғни тақырыпты әртүрлі тәсілдермен зерттеу мүмкіндігінің болуы маңызды. Егер сіз баланың бір затты алып, ұстап отырғанын байқасаңыз, зат атауын түсінікті, анық, әрі мәнерлеп бірнеше рет айтыңыз. Бала кішкентай кезінде көп нәрсені түсінеді. Баламен сөйлескенде қарапайым және нақты сөздік қажет. Сізге тым ұзын немесе тым күрделі сөздерден аулақ болу керек. Өз ойын дәл жеткізе отырып, дұрыс құрастырылған сөйлемдермен дәл айтылу арқылы сіз балаға ауызша еркін сөйлеуге көмектесесіз. Баламен диалогты дамыту үшін оның қолжетімділігіне назар аударыңыз. Егер мысалы ол теледидар көріп, немесе бейне ойындар ойнап жүрсе, ол сізді жартылай ғана тыңдайтынына сенімді. Кешкі ас немесе ұйқы уақыты, егер сіз баланы алаңдататын тақырыптарды көтермесеңіз, сөйлесудің тамаша уақыты болуы мүмкін. Сонымен қатар мүмкіндігінше сөйлесу үшін тыныш және алаңдамайтын жағдайды таңдаңыз.